Армысыздар, құрметті біздің музей көрермендері. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны деген болатын. Бүгін сіздердің назарларыңызға сол қызғалдақ жайлы шағын бейне сюжет ұсынбақпыз. Қазақстан аумағындағы Шу, Іле тауларының етегінен әлі күнге дейін жергілікті өсімдіктер әлемінің жауһары саналатын регел қызғалдақтарын бастапқы күйінде кездестіруге болады. Бұл әсем өсімдіктер біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегі мен шөлейт даланың түйісер тұсында пайда болған. Қазақ топырағындағы осынау қарапайым сондай-ақ ерекше гүлдер өз әдемілігімен көптеген халықтың жүрегін жаулап, біртіндеп бүкіл әлемге тарады. Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Олардың басым көпшілігі біздің дала қызғалдағының ұрпағы. Ал қазіргі кезде Қазақстанда қызғалдақтың 35 түрі өседі. Осы қызғалдақ гүлін насихаттау мақсатында Қарағанды облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі 25 пен 45 жас аралығындағы қарағандылық тұрғындар арасында гүл патшасы қызғалдақ атты байқауды жариялады. Әрине, суретшілер де осы гүл патшасы қызғалдақ гүлін бейнелеуді өте жақсы көреді. Оның дәлелі біздің бейнелеу өнері музейінің қорындағы Митрохиннің қағазда акварель бояуымен салынған сарғалдақтар шығармасы. Қызғалдақ гүлі Наурыз мейрамының да басты символдарының бірі болып саналады. Шығыста ежелден қызғалдақты үндестік пен рухани бастаудың символы деп санаған. Бұл гүлді ешкім аша алмаған, бірақ бір ғажайып жолмен кішкентай ұл бала гүлдің қасынан өтіп бара жатып, гүлді қолына алған кезде гүл ашылған. Бұл әлемге бақыт сыйлайтын гүл. Сондықтан да біреуге қуаныш пен сәттілік бақыт тілесеңіз, осы қызғалдақ гүлін сыйлау керек. Біздің музейімізде Дружба зейнеткерлер клубы жұмыс жасайды. Сол зейнеткерлеріміз өздерінің қолдарымен қағаздан әртүрлі қызғалдақтарды жасады.